Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалуы өте оңай фри дайындайтын боламыз. Картошкамызды осылай ашып, жуып, тазалап алдым. Содан соң ұзынша етіп турап аламыз. Әрине порциясын өз үйдегі адамдарға қарай көресіздер. Мен осылай 3-4 балаға дайындадым. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын ұзынша етіп турап алдық. Содан соң үстіне су құйып отқа қоятын боламыз. Отқа қойғаннан соң міне бір қайнағаннан кейін көбігін алып тастаймыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Тұз ештеңе салмаймыз. 25-30 минуттай қайнатып аламыз. Міне қайнап болғаннан соң сүзіп аламыз. Судан құрғақ салфеткаға суын сырғытып аламыз. Су сырғып болғаннан соң осылай майымызды қыздырып, картошкамызды салып қуырып аламыз. Қуырып болғаннан соң сүзіп алып, құрғақ тостаққа салып, тұз сеуіп араластырып жібересіздер. Міне осымен сүзіп алдық. Енді жанына кетчуп қосып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын.